Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін ең дәмді болып шығатын мясной пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Қамырына сары май, қаймақ, бір жұмыртқа, шым-шым сода қосып барлығын бірдей масса етіп араластырып аламыз. Ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыз дайын. Пакетке салып, кем дегенде жарты сағатқа холодильникке қалдырамыз. Ал оған дейін салмасын дайындаймыз. Қамырымызды алып, 1-2 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Формамызға орналастырып, екінші қамырымызды жайып аламыз. Екінші қамырымызды орналастырып, екі жағын біріктіріп шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қалауларыңыз бойынша күнжіт немесе мак сепсеңіз болады. «200 градуста қызып тұрған пешімізге 2 беті қызарғанша 40-45 минут пісіріп аламыз. Мінекей мясной пирогымыз дайын. Дәмі өте керемет болып шықты. Мен жеген мясной пирогтардың ішіндегі ең дәмдісі деп айта аламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап жатсаңыздар ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Егер де менің видео рецепттерім ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыз, өте қуанышты болар едім. Рахмет.